балаларга 12 жастан бастап көрүүгө уруксат берилген фильм. Полиция мырза, маған сеніңіз. Менде есірткі жоқ, ешқашан болған емес. Бұл біреудің орынсыз әзілі. Балалар үйінде тәрбиеленгендер қатыгез, олар ешкімді аямайды. Бәрін анықтаймыз. Жастар үйінде есірткі сатсам, сонда менің кім болған? Бұл орынсыз жала. Бәлкім балалардың біреу ренжіп, маған әдейі істеген шығар. Мен оларға қаталым, бұнсыз болмайды, полиция мырза. Айттым ғой, бәрін анықтаймыз. Ал сіз осы жерде бұрыннан жұмыс істейсіз бе? Иә, біраз жыл болды. Басшылар тарапынан бірде-бір рет арыз ескерту болған емес. Олар мен жайлы жақсы пікірде. Бәрін көреміз. Қару бар ма? Қару. Қарумен кімді қорқытам? Бұл жерде тек балалар үйіне келгендер ғана тұрады. Олар менің өз баламдай болып кеткен. Ал, мұнан не үшін ұстап жүрсің? Енді өмірде неше түрлі жағдайлар болады ғой. Мен кіреберісте отырам. Қарақшылар келіп қалса не істеймін? Бұл жақта қыздарда тұратынын жақсы білесіздер. Қауіпсіздік үшін. Оған енді тыйым салынбаған шығар. Нартай. Тоқта. Мен жай Нартайға келгем. Кір. Тұр мұнда. Полиция мырза, бұл менің тәрбиеленушім ғой. Өзі панасыз қалған. Сондықтан да мен бұған қазір көмектесіп қол ұшын беріп жүрмін. Солай ғой, Вали? Иә, солай. Айналайын, сен бара ғой. Кейін келесің, көріп тұрсың. Мемлекет азаматтармен өтіп жарай ма? Бар. Тоқта. Бері. Кір. Балаңызға қоятын бірнеше сұрақтарым бар. Не үшін келдің? Көмек керек пе? Сенен ешқандай көмек керек емес. Өзім бірдеңесін қылармын. Даш. Менің саған жаңалығым бар. Әлгі бейне бақылаудағы жігітті таптым. Қалжыңдап тұрған жоқсың ба? Жоқ. Айта бер. Алдында сен айтып едің ғой, бақылап көр деп. Сөйтіп артынан барсам, компьютерді көрдім қайда тыққан. Шын айтып тұрсың ба? Иә. Олай болса маған мекен жайын айт. Полицейлерге хабар берейік. Барып жексұрындармен өздері сөйлессін. Ол ақпарат әлі тексерілген жоқ қой. Барған кезде еш нәрсе болмаса не істейміз? Жоқ, сен мен түсінбей тұрсың. Полицейлерге бәрін айтып береміз. Шындықты өздері ашып алсын. Мен дос баламды сатпаймын деп уәде бердім. Бұдан шы барып өзіміз қарайық. Бәрі түсінікті. Досым сатпаймын дейсің. Не түсінікті? Қалай түсінбейсің? Досым сатпаймын дейсің. Яғни сыбайласыңды. Сонда түсінбей, бұл жерге не үшін келіп тұрсың? Әлде мен сенің артынан арыз жазбаған тексер үшін келдім, ба? Нартаймен қашаннан бері таныссың? Бұрыннан таныспын. Ол саған есірткі ұсынып беді? Жоқ. Әлде сатуға ұсыныс берді ме? Жоқ, ондай мүлдем болған емес. Сіз неге
жетім қорғансыз баланы қорқыта бересіз. Ол өмірінде адам баласынан жылы сөз естіп көрмеген жан. Сіз араласпаңыз. Полицейді алдаған кезде аяғы не болатынын білесің ғой. Аға, мен жалған сөйлеп тұрған жоқпын. Бәрі таза. Құнды зат та жоқ, есірткі де жоқ. Мен сіздерге айттым ғой, уақытты бекер өткізесіздер деп. Одан да маңызды іспен айналыспайсыздар ма? Бұл жала. Мүмкін. Кеттік. Егер ана жалған ақпарат таратып жүрген адам тапсаңыз, маған міндетті түрде хабарласыңыздар. Ол оңбағанның жүзін көргім келеді. Жарайсың. Мұныңды ескерем. Жарайды. Өзімнің де сталар жайым жоқ. Олардың келетінін біліп пе едің? Бәрін жазырдың ғой? Сезем. Сезгіштігімнің арқасында осындай іспен айналысып жүрмін. Мен бұл жерде артық ештеңе ұстамаймын. Кім айтты деп ойлайсыз? Көп ойлаудың керегі жоқ. Кім сонда? Мені күдіктеуіңді қойшы осы. Қайдағы сыбайлас, қайдағы дос? Полицияға да. Саған да. Айттым ғой ешкім танымаймын деп. Ей, Аңсар, мұнда бір шикіліктің бар екенін жүрегім сезеді. Егер де шынымен сен оны танымайтын болсаң, полицейлерге айтуға неге қорықтың, а? Ал енді, Аңсар, маған бір нәрсені түсіндірші. Бүкіл полиция болып іздеген қылмыскерлер сен қалайша бір тәуліктің ішінде тауып ала салдың? Өйткені олар барлық істі мені мойныма іле салмақшы болды. Сендер барлықтарың, балалар үйінде өскендер, ұрлықшы, қарақшы дейсіңдер. Сонда не? Ол өтірік деп айтқың келе ма? Өтірік, олай емес. Компьютеріңді тауып бердім, мекен-жайды бердім. Басқа саған не керек? Ей, Аңсар, мен бәрі өзім дегенімнен қайтпаймын. Егер де сен расымен де сондай аз уақыттың ішінде қылмыскерлерді тауып алған супермен болатын болсаң, сол аз уақыттың ішінде маған компьютерлерімді кері қайтарып бер. Сол кезде саған жазған арызымды да алам, сен де жұмысқа кері қайтарам. Алло, Алмас Қалиқызы, сәлеметсіз бе? Бұл мен ғой, Едіге Саттаров. Сен бара бер, кейін шақырамын. Я, Едіге, айта бер. Мені бірнеше рет асырап алмақ болған. Бірақ сосын бас тартқан есіңізде ме? Әрине есімде. Мен тіпті сені балалар үйінен кеткісі келмегендіктен оларға ерсығылық көрсетіп, дөрекі сөйлейді деп ойлайтынмын. Ал олар не үшін бас тартқанын айтқан жоқ па? Ол есімде қалды дейміз. Әйтеуір бас тартты. Одан кейін сен де өсіп қалдың. Ал есі кірген баланы ешкімнің алғысы жоқ. Одан кейін асырап алушылар білген жоқ. Ал оларды ешкім іздеген жоқ па? Оны неге сұрадың? Жай білгім келді. Өткенді қазбалайтындай. Аңсар екеуіңді не көрінді? Одан да бүгінгі күндерінде ойласаңдар болар еді. Есімде жоқ. Түсіндім. Егер есіңізде тұрсаңыз, маған хабарласыңызшы, жарай ма? Жарайды. Сені ана көкеністердің жанында күтем. Ешкім сұрамаған секілді. Және бұндай ақпараттың таратылмайтынын жақсы білесің ғой. Айтпақшы Едіге, сен заттарыңды қашан алып кетесің? Әрине, бір күні келіп бәрін алып кетем. Сау бол, Едіге. Сау болыңыз. Не мынау? Бәрі бір-бірімен араласып кеткен. Әрине араласып кетеді. Өткен сен телефонмен сөйлесіп жүрсің бе? Еркінен емес. Қазір бәрін реттеймін. Мынау не? Соғылып қалған. Менің қатысым қанша? Осы көкеніш үшін сенің мына жалақыңнан айырам, түсіндің ба?
Тағы да ма? Бұлай да маған 2 рет айыппұл салдыңыз ғой. Бұлай жалғаса берсе, жақында мен сізге ақша төлейтін шығармын. Айттым ғой, менің қатысым жоқ деп. Сен маған олай дауыс көтерме, түсіндің ба? Мына жігіт сізге барлығын түсіндірді емес. Енді оған қандай сұрағыңыз бар, а? Бүгін мейрамханаға шақырып жатыр. Әсел, сен бара бер, мен кішкене бөгере тұрайын. Ертең кездесеміз. Сәлем, сұлу қыз. Құлпырып кетіпсің ғой. Рахмет. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен жай жол жөнекей өтіп баратам, сені түскі асқа шақырайын деп едім. Түскі асқа? Жайшылық па? Сағынып кет. Солай де. Сенің сағынуға уақытың жоқ сияқты еді ғой. Жұмыста емес пе едің? Қой сол жұмысты. Мен жай сені тамаққа шақырып келіп жүрмін. Жүр. Аузыңа келгенді айтып мені тастап кеттің. Сеніңше, бір-екі жылы сөз айтып жағымпаздансаң, мына көлігіңе отыра салады деп пе едің? Қайдан айтпақшы жаным. Мен саған айтып отырмын ғой. Мен жай сені тамаққа шақырып келіп жүрмін. Жүр. Отыра ғой. Отыра ғой. Сізге не керек өзі? Мына азық түлік алам десеңіз, төрлетіңіз. Ал бірақ, мына сізге қатысты емес жұмыстарға тұмсығыңызды сұқпаңыз. Клиентпен қалай сөйлесесіз, а? Жасыңыз нешеде? Жасымда не шаруаңыз бар? Сіз кімсіз өзі? Мен сізді жұмыстан 5-ақ минутта алатын адам. Өз орныңызға барыңыз. Бұдан бұлай қызметкерлермен сыпайы сөйлесетін болыңыз. Ол сен алға осылай болсын, не? Үйреніп кеткен. Түсінікті. Әйелі мұндай жұмыспенен нақшы табу қиын екенін білем. Бірақ мардымсыз ақша үшін. Біреудің басынуына төзу деген. Бұлай болсын, сен қазір жұмыс киімдерін тапсыр. Менің кеңсеме жүре ме? Менің компаниямнан да саған бір жұмыс табылып қалар. Кезет. Сонымен не істейтін болдық? Мен түсіндім. Сенің ана қиялыңдағы жігітің екен ғой бәріне кінәлі. Сен неге өзіңше болып тұрсың? Мен өзімше болып тұрғам жоқ. Жарайды, мен кінәлімін. Саған дөрекі сөйледім, бірақ сен маған бәрібір ұнайсың. Жүрш, түскі ши. Кет. Қайда барамыз айтпақшы? Жапон ресторанына барайық. Жапон мейрамханасына? Иә? Әлде итальян мейрамханасына? Жоқ, мен сенімен ешқайда да бармаймын. Қалай бармаймын? Сенің сатқындығыңды кешіру үшін бұл аздық екен. Жалпы ренжіме, маған енді басқа жігіт ұнайды. Кім? Қиялымдағы жігіт. Сіздің компанияңызда? Иә? Ол жерде кім болып жұмыс істеймін? Қарастырамыз. Мына жерде қызметіңнен әлдеқайда жоғары болары сөзсіз. Осы орын таппасақ, жаңа лауазым қызметке орналастырамын. Жолтайға мүмкін керек жоқ шығар? Негізі бұл жерде жаман емес. Қысылма. Өскін келсе, болашағы бар қызметке орналасу керек. Бұл не жерден қалай өсесің? Көп болса 5 жылдан кейін мына менеджердің орнына қойып. Соны жүресің. Сатушыларға айқайласып. Клиенттермен ұрысып. Енді жақында айлығымды алам. Сіздің ақшаңызды алмайтын болам. Өз еңбегіммен тапқан ақшам болады. Мен саған қалжыңыз айтпын. Бар, киіміңді ауыстырып кел. Ол ше мен телефонмен бәрін шешіп қоямын. Қалай сонда сіз бәрін шешіп қоясыз? Жолтай аға, мен қайда жұмыс істегім келеді, сол жерде жұмыс істеймін. Бұл айтқан сөзіме ренжімеңіз. Бірақ шынымен де, мына жерде тұрасың, бұл жұмысты жұмыс істейсің. Бәрін өзіңіз шешесіз. Ал өзіңіз білетініңізді ешқашан айтпайсыз. Тоқта.
Мұнымен не демекшісің? Қысқасы, асырап қатысты құжаттардың бәрін көрдім. Ірі сома жазылған түбіртекте бар екен. Түсінуімше, мен асырамақ болған адамдардың бәріне біреу ақша төлеген. Сен осындай жеңілтек деп ойламам. Мені сүйем деген сөздеріңнің бәріне шында ауаға кеткен ма? Не мен бірінші рет көргенде қарап тұрсың? Шында да мен сені бірінші рет көріп тұрмын. Бұрын қайда қарағанын білмеймін. Саған ғашықтықтан сенің шынайы бейнеңді көре алмаппын. Сен қазір менің жыныма әдейі тиіп тұрсың ба? Сенің ана академиядағы клубта істеп жүрген қылықтарың мені әдейі қызғансын деп істеп жүрсің ғой, Жарайды. Сен жеңдің. Бірақ енді татуласатын кез келді. Сенде не маған деген мүлдем сезімің қалмады ма? Қалды. Сені аяймын. Тіпті аяғаным соншалық жылағым келеді. Қамбар, сен әлі күнге дейін әлем сені ғана әлпештейді деп ойлайсың ба? Өмірде адасып жүрген қиын шығар, Сен өзің кімге керексің? Әлі өзіңе қалдыма жүгіріп келесің. Ендеше қайтып келген күтіп жүре бер. Бірақ ол ұзаққа созылуы мүмкін, дайындал. Тіпті өмір бойы күтуің мүмкін. Енді не болады? Бұл істен бас тартасың ба? Әрине. Енді мұнда келме. Кездесетін жерде мен саған өзім айтам. Ал егер сені сұрап жатса, бағанағыдай ештеңе білмеймін, ештеңе көрген жоқпын. Ағатай, жіберіңізді. Ұқтың ба? Жарайды. Сосын тыңда. Бағана айтпағаным дұрыс болды. Мен жақсылықты да, жамандықты да ұмытпаймын. Ал жақсылықты түсінбейтін оңбаған беркінің сазайын тартқызсам, сатқындарды жазалау керек. Келісесің бе? Келсем. Бірақ қалай жазалайсың? Жүр. Маған оның тұратын жерін көрсет. Едіге саған кім айтқанын білмеймін. Жүр басқа жерге барып сөйлесейік. Мен саған бәрін түсіндірем. Жоқ. Жауапты қазір естігім келеді. Жүр анда мына жаққа барып сөйлесейік. Енді мына супермаркетті басымызға көтердік қой. Асырап алушылар туралы қайда білдім? Құжаттардан көрдім. Иә. Сіз үй білем қораптардан шықты. Жоқ, ойлап қалмаңыз. Мен ақтарды деп абайсыздан шығып қалдым. Сосын қаламқасқа хабарластым. Иә, шынымен де үш отбасы мені асырап алайын деді. Бірақ оларға біреу ақша төлепті. Жолтаяқ, айтыңызшы, сол ақша төлеген адам сіз бе? Сен дұрыс түсінбедің. Қалай дұрыс түсінбедім? Қағазда бәрі жазып тұрған жоқ па? Ол адамдар сені асырап алуға жарамайды. Олардың өз мақсаттары болды. Сонда ақша бергеніңіз рас па? Едіге сен, бірі сен түсін. Ол адамдар маған сенімсіздік танытты. Жолтаяқ, қалай сонда? Сенімді, сенімсіз екен. Сіз қайдан білесіз? Балам, сен түсінші мен. Мен сенің алдыңда жауапты адам. Әкеңнің рухының алдында. Ал ол адамда... Жауапты болсаңыз, онда өзіңіз неге асырап алмадыңыз? Құдайым асырап алуға жарамадым. Отбасы болды ғой. Оныңса лауазымға жүруге жүрдім. Қызық адамсыз. Өзіңіз асырап алмадыңыз. Өзгелерге де жол бермедіңіз. Бәлкім, басқаша өмір сүруші еді. Едіге, ол адамдар саған ата-ана болуға жарамайды. Сондықтан мына мен... Сіз... Бәрін сіз шешесіз. Бәрін сіз шешесіз. Қай жерде тұратынды, қай жерде жұмыс істейтінді, кіммен жүретінді. Жолтаяға, мен сізге кішкентай бала емеспін. Сондықтан бәрін өзім шешемін. Сайтан алғыр, қайда жүресің? Тағы алып сатарға хабарласып жатырсың ба? Соңғы кездері сен не? Менің шаруаларыма тұмсыңды соғатын болғансың ба? Соған қарағанда жағдайың жақсарып қалған сияқты ғой. Досым, саған дәрігерге көріну керек. Есіңді жи. Таныс наркологым бар, таныстырайын, апарайын.
Нарколог? Мен не саған? Нашақормын ба? Түріңе қарасаңшы. 2-3 апта бұрын мен де осындай болдым емес пе? Шынымды айтсам тозаққа барып келгендей болдым. Тыңда досым, менің шаруаларым араласушы болма. Сендерсіз-ақ бірдеңе қылармын. Ойлан, сержан. Қарай көр мынаған. Сен не істеп жүрсің мұнда? Сержан, сөйлесуіміз керек. Әке, неге осымен 2-ші күн үйде жүрсіз? Сіз үйде көрген бір түрлі қызық екен. Айналайын, бәрі сен үшін, жан қызым. Сенің қасында болу үшін. Шын айтасыз ба? Саябаққа да барамыз ба? Маған бір ай бұрын уәде бергенсіз. Әрине барамыз. Бірақ кешірек жүрей ма? Кешке ме? Онда мен барып жинала берейін. Тайжан, әлденіп алсаңшы. Мен сен үшін тамақ дайындадым ғой, суып қалады қазір. Рахмет. Ешкім келмейді. Залыңды суға кетіре бермесеңші. Мүмкін бәрі жақсылыққа шығар. 1-2 жылдан кейін онсыз да зейнетке... Жақсылық деймісің. Осыншама жыл бір жерде еңбек етіп, жанын салып жұмыс істеп, сосын кім көрінгеннің кесірінен жұмыстан кету. Осын сенде жақсылыққа балап отырсың. Әрине саған қиын түсінем. Бірақ өмірдің бәрі жұмысқа тіреліп қалған жоқ қой. Не деген сөз түсінбейтін адамсың. Бұндай ауыртпалық мен қалай өмір сүрем? Студенттерім бұл жайлы не ойлайды? Сені жақындарың түсінеді, сенеді. Ал басқалар не ойласа, оны ойлай берсін. Құдайға шүкір, деніміз сау, басымыз аман, қалғаны маңызды емес. Бұл қиындықтан да өтеміз. Жоқ. Бұлай болмайды. Айнагүл, бұны бұлай қалдыра алмаймын. Бұның артында кім тұрғанын жақсы білемін. Және де осы іс үшін өкінетіндей етемін. Мұнда неге келдің деймін саған? Мен саған айтарымның барлығын жатақхананың алдында айтқан болатынмын. Профессордың қызы. Сержан, қажеті жоқ, сабыр ет. Жер. Сержан, өтінемін, сабағыңа түсші. Маған түсіндірген мұрша берші. Жүрші, отырайықшы. Нені түсіндірмексің? Нені түсіндірмексің? Әлде тағы да қалып кеткен өтіріктерің бар ма еді? Сержан, мен саған өтірік айтқым келген жоқ. Өтіріктің бәрін айтқан Тоғжан. Ол мақсат екеуін алдында өзін жақсы көрсеткісі келді. Ал мен саған шындықты айтқым келді. Шындықты айтатын қолайлы сәт болған жоқ. Ал оны қазір айтқаннан не пайда? Барлығы өтірік болып шықты ғой. Әлде енді шындықты айтайын дедің ба? Мен саған шындықты айтқым келді. Барлығын айтқым келді. Бірақ сенің анаң... Анама не болды? Сенің анаң шындықты айтуға тыйым салды. Анам, сонда анам не? Барлығын білді деген келеді ме? Оны мен не айтпақшысың? Тайжан, сен не істемекшісің? Айнагүл, айтып отырмын ғой. Бұл оны әлі істеп отыр. Мені мазақ еткен үшін әлі өкінетін болады. Онда онымен байланыспа. Теміровтің қандай қауіпті адам екенін білесің ғой. Ол мақсатына жету үшін еш нәрседен де тайсалмайды. Тайжан, балаларымыз үшін ақылға келсеңші. Мен бұған жол бермеймін. Сенің бірдеңеге ұрынғаныңды қаламаймын. Ұмытшы бәрін. Жеңісімен құрысын сол. Ұмыт деймісің? Тайжан, мені көзіме тура қарашы. Енді Теміровпен жолықпаймын, бұлбылыққа араласпаймын деп уәде етші. Құдай үшін, балаларымыз үшін. Жақсы. Уәде етемін.
Сонда анам барлығын біліп, маған айтпады деді ма? Сержан, біз сенің көңілін түсіргіміз келген жоқ. Сол себепті ештеңе айтқан жоқпыз. Ал жақында сенің анаң тіпті сенімен араласуға маған тыйым салды. Өтірік айтасың, Көркем. Неге өтірік айтасың? Ал анам сен жайлы не деген білесің бе? Ол жақсы қыз, өмірінде қиыншылықтар болып жатыр. Мүмкін оны түсіну керек шығар деп. Барынша сені жақтаумен болды. Ал сен анам жайлы не айтып тұрғаныңды өзің түсініп тұрсың бе? Сержан, өтірік оның бәрі. Сенің анаң... Не? Сенен менің әбден көңілім қалды, Көркем. Екеумізде ештеңе болмайды. Барлық осымен бітті. Және де барға келуші болма. Неменеге жылап жатсың? Әлде көз жасыңды көріп мен сені аяйды деп ойладың ба? Кет, құры бұл жерде. Не олай істедің? Тым жақсы қыз емес пе? Жақсы қыз болса, онда артынан қуып жетті, басын айналдырып ал. Жолың ашық. Сержан, сен бұндай емес едің ғой. Есіңді жи. Мазамды алмаш менің. Ақылыңды жинастырып қой. Сержан, ақыл айтар ешкім жоқ. Барынша көмектескім келеді қолымнан келгенше. Өзің жақсы бол, енді қалғандарына ақыл айтып, тәрбиеге салғым келдің бе? Сержан, бұл сөйлеп тұрған сен емес, есірткі, есіңді жи деймін. Мен сенің досыңмын. Саған барынша қандай жағдай болмасын көмектесуге тырысам. Бірақ дәрігерге бармасаң, анаңа есірткіге тәуелді екеніңді айтам. Мақсат, осыдан айтып көр. Айта алмайсың. Егер де менің анам менің есірткі тұтынғанымды білетін болса, айтпады деме. Көзіңе көк шыбын емелетем. Сержан, көк шыбын емелетем. Досым, менің бір шаруам бар. Өте маңызды кездесу. Жоқ, қазір баруым керек. Бір рет саған хабарлассақ қайтеді. Жарайды, мен кетуім керек. Аңсар, менсіз барушы олма. Бармаймын деп уәде бер. Жарай ма? Иә, жарайды. Уәде берем. Сосын хабарласамыз. Неге шақырдың? Сен едігемен сөйлестің бе? Иә. Қайда жүр екен, а? Жарты күн бойы менің хабарламаларыма жауап бермейді. Білмеймін. Бір маңызды шаруам бар деп кетті. Жұмыс бабымен бе? Сөз сен бұйырмасын. Өзгенің ісіне араласпаймын. Өзің сұрамайсың ба? Тыңдаш, тек шыныңды айтшы, оның басқа біреу бар ма? Тоғжан, өтінем. Мені араластырмаңдаршы. Сен бірдеңе жасырып тұрсың ғой, я? Бір ай бойы едіге соңымнан күшік сияқты жүгіріп жүреді, ал енді оны хабарласқанына зар болып қалдым. Алдамашы мені. Айтшы, оның басқа біреу бар ғой, я? Мен жайма қалдыршы. Не істедің? Бәрі сенің кесірі. Міне керек болса, менің олақтығым сенің кесіріңнен бе? Мә, өзің сұр. Алло? Алло, Аңсар. Компьютерлерді алдың ба? Жоқ, алған жоқпын. Не болды? Аңсар, мені тыңда. Сен тым шектен шығып кеттің. Бір күн сенің де сайылғаның таусылар. Маған полициядан хабарласты. Саған ертең бөлімшеге келсін дейді. Және сол жерде компьютерді қалай ұрладың, кімге саттың, бәрін есіңе түсіресің деп үміттенемін. Өзің барам. Не болып қалды? Үйде сөйлесек болмас па еді? Бүгін үйлеріңе бармаймын. Жатақханаға барам. Білмеймін, әлі шешкен жоқпын. Аяқ асты не болып қалды? Қазір тоқта тұршы. Тағы да қызың ба? Әкең? Сен онымен неге сөйлесін келмейді? Бүгін сөйлестім. Не айтатынын білмеймін. Тағы да асырап алу құжаттар туралы. Жоқ, сен туралы ештеңе айтқан жоқпын. Кездейсоқ өзім біліп қойдым деп айттым. Соған да рахмет. Ал әкем сол есеп-қисаптарды қайдан алған айтқан жоқ па? Сол жайлы сөйлесейін деп едім. Жүрші, сөйлесейік. Назерке,
Әкең менің өткен өмірім туралы ешнәрсе айтқан жоқ па? Кешір. Кешір. Бәлкім, бір нәрсе айтқан шығар. Есіңе түсірші. Айтпақшы, Ләззат апаймен асырап алу туралы сөйлескен шығар. Онда есімде қалмады. Әкем сен туралы ешқашан ештеңе айтпаған. Сен өзі біздің үйге аяқ асты келдің ғой? Нақты нені анықтағың келеді? Өзім де білмеймін. Жаңа мәліметтер де жиналып қалды. Не істейтінімді де білмеймін. Сен немене менің әкемнен сезіктеніп жүрсің бе? Жоқ, сезіктеніп тұрған жоқпын. Керісінше, мен ол кісіні өте сыйлаймын. Бірақ дұрыс түсінші. Ол кісі менен бір нәрсені жасырып жүр. Үйлеріңе әкелгенде бекер емес. Қысқасы, сенің әкеңе менен бірдеңе керек болып тұр. Менің әкеме сенің жақсы адам болғаның керек. Білесің бе, сен оған қарыздарсың. Ал сен болсаң жоқ жерден пәлез деп отырсың. Әрине, сен келгенде біз қуана қарсы алған жоқпыз. Бірақ әкем бізді көндірді. Біз саған үйреніп қалдық. Қысқасы, үйге жүр, әкемен сөйлес, бәрін біліп ал. Жоқ, бүгін бармайм. Сөйлесем, бірақ бүгін емес. Меніңше кейінге қалдырудың қажеті жоқ. Сұрақтарын көбейіп қалады. Бірдеңе сұрағың келсе, бірден сұра. Кейін кеш болады. Жарайды, сау бол. Тоқтай тұршы, Назерке. Саған айтайын дегенім... Назерке, рахмет саған. Не үшін? Қалай не үшін? Қағаздарды көрсеткенің үшін. Жарайды. Айтпақшы, алғашқы рет көргенде сені мүлдем басқа қыз деп ойлап едім. Қандай? Тәккапар, ұрысқақпын деп ойладым. Жоқ, ұрысқақ емес. Қойшын, Назерке. Назерке, сен маған ұнап қалдың. Ренжімеші енді, кешірші, әлі істеген жоқпын ғой. Ту, едіге. Өшіріліп тұр. Ол саған аяқ астынан неге керек болып қалды? Кешірші, маған кетуім керек. Тұра тұр, сен мынандай түріңмен барасың ба? Тым болмаса мынаны киіп ал, беркін тастап кеткен. Оның киім көп қой. Рахмет. Егер едіге келсе, оған айтшы. Бүгін кездесетін жерге келсін, өзі біледі. Ол қай жер? Өзі біледі дедім ғой. Құпиялары пайда болыпты ғой бұлардың. Сен мені ұнатасың ба? Қалай? Адам ретінде ме? Жоқ, қыз ретінде. Шыны керек, өзім де түсінбей жүрмін. Бірақ үнемі сені ойлаймын. Мұндайды күтпеген едім. Кешірші, мұны айтқым келмеген. Бірақ бүгін басқаша қарағаннан кейін аузымнан қалай шығып кеткенін өзім де түсінбей қалдым. Назерке, маған айтшы, мен саған ұнаймын ба? Аз болса да. Едіге, қазір сенің қыздарды емес, басқа нәрсені ойлауың керек. Бұл қиындық туғызады деп ойлаған жоқпын. Әрине туғызады. Сенің жүріп жүрген қызың бар. Ал менің әкем сені өз баласындай көреді. Мұны естісе қуана қоймас. Не үшін? Жалпы мұндайды ойыңа алушы да болма. Ұқтың ба? Ұқтым. Ұқтым. Көркем? Сен бара бер. Сәлем. Айру, сен мұнда не істеп жүрсің? Сенің қайда істейтініңді жатақханадан біліп алдым. Сенімен сөйлесуге келдім. Оңаша. Не болды, көңілген жоқ па? Жоқ, бәрі дұрыс. Не жайлы сөйлескің келеді? Сен мен Аңсар туралы сөйлескен деп едім. Аңсар туралы оған не болды? Айтайын дегенім, шынды айтшы, екеулердің араларында не бар? Ештеңе? Біз тек жатақханада көршілес бөлмеде тұрамыз. Оны білемін ғой. Екеуің кездесіп жүрсіңдер ме? Сен не деп тұрсың? Жоқ, кездесіп жүрген жоқпыз. Оның үстіне менің басқа жігітім бар. Бірақ Аңсар, ол саған сен ұнататын туралы, немесе соған ұқсас бірдеңе айтты ма? Саған кездесуге ұсыныс жасаған жоқ па?
не айтқым келіп тұр? Аңсар екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Жақсы көрем деп те айтқан жоқ. Оған кету керек. Демек, Аңсармен кездесетін болсам, сен қарсылық танытпайсың. Солай ма? Қараңғы түсті. Беркінің келетін уақыт келіп қалды. Нартай, сен оған ештеңе істемейсің бе? Жоқ. Не сөйлесем? Полицияға хабарласқан сол ма, сол емес пе анықтаймын. Жай ғана сөйлесесің ғой, а? Өлтірмейсің ғой, а? Жоқ әрине. Қорықпа. Сен одан да былай істе. Сонда жолды бақыла. Егер ол келсе, маған қоңырау шал. Мен подъезден. Ұқтың ба? Ұқтым. Егер бір жаққа кетіп қап, не оны жіберіп алатын болсам, мойныңды бұрап жұлып аламын. Ұқтың ба? Қорықпа, Нартай. Бәрін қадағалаймын. Онымен келсем деп өзің шештің бе, жоқ? Әлде ол ұсыныс жасады ма? Не болды? Қызғанасың ба? Екеулердің араларында бір нәрсе бар екен білгем. Айару, саған тағы да айтамын. Аңсарға деген ешқандай сезімім жоқ. Оның үстіне қазір сөйлесетін зауқым да жоқ. Ренжіме. Яғни қарсы емессің, иә? Егер де менің пікірім маңызды болатын болса, айтайын, қарсы емеспін, рұқсатымды бердім. Онда маған сенің көмегің керек. Қандай көмек? Аңсарға қол жеткізуіме көмектесесің бе? Қол жеткізуіңе түсінбедім. Енді Аңсар маған ұнайды. Бірақ арамызда бір салқындық бар. Алло, Нартай. Беркін кірді подъездге. Өзгеден тез аусады екенсің. Осыдан бірнеше апта бұрынғы жігітің үшін тіпті үйінен кетіп қалуға дайын тұр едің ғой. Енді түсінесің бе? Менің ойлануға уақытым болды. Аңсар ол сенімді, салмақты, парасатты жігіт. Ал Қамбар болса, әкемнің айтқан сөздерінің жаны бар. Осының бәрін түсінгеніңе қуаныштымын. Бірақ мен не қалайсың? Көркем, Аңсардың сенімен қалай сөйлесетінін байқап жүрмін ғой. Ол саған сенеді, тыңдайды. Сондықтан да маған назар аудар деп бақылайтшы. Сонда еркектердің жүрегін осылай жаулап алуға болады ма? Мен қазір Аңсарға ақыл айтсам, ол саған келе қояды екен, иә? Онда тұрған не бар? Айару, жоқ. Менен жеңгетай шыға қоймас. Өзімнің өмірімді жөндей алмадым. Ал өзгенің өміріне араласпаймын да. Одан да Аңсармен қарым-қатынастарымды өздерің шешіп алыңдар. Алайда Аңсар өте жақсы адам. Өзіне лайықты қыз тауып, бақытты өмір сүретініне сенімдімін. Бірақ сол қыздың дәл сен болатынына күмәнім бар. Сау бол. Ал керек болса, күні бойы менің хабарламаларыма жауап бермей, енді келіп тұрғанын қарашы. Аңсарды көрдің бе? Амандасқың келмей ме? Кешірші жүріп есімнен шығып кетті. Аңсарды көрдің бе, жоқ па? Сонда сендер күні бойы бір-біріңді осылай іздеп жүресіңдер ме? Аңсар келеді де, едіге қайда дейді. Сен келесің де Аңсарды іздейсің. Хабарлассаңдар болмай ма бір-біріңе? Телефонның қуаты бітіп қалды. Аңсарды көрдің бе, жоқ па, соны айтшы. Сонда Аңсарға деген уақытың бар, ал қызыңа келгенде уақыт жоқ. Шынымен де уақытым болған жоқ, түсінші. Қазір қолың бос қой.
Менің жанымда болшы, мен сені сағындым. Тоғжан, қазір мүмкін емес. Шаруаларым көп, түсінші. Ол қандай шаруа? Саған айта алмаймын. Соңғы кезде құпия шаруаларың көбейіп кетті ғой. Не жасырып жүрсің сен? Аңсарды көрдің ба, жоқ па, соны айтшы. Ой, баршы өзіңнің аңсарыңа. Ол бүгін екеуің бірге баратын жерге кетті. Тұра тұршы, сол жерге жалғыз өзі барды ма? Білмеймін, айтқан жоқ, жалғыз кеткен шығар. Тыңда досым, менің шаруаларым араласушы болма. Сендерсіз-ақ бірдеңе қылармын. Ойлан, сержан. Қарай көр мынаған. Сен не істеп жүрсің мұнда? Сержан, сөйлесуіміз керек. Әке, неге осымен екінші күн үйде жүрсіз? Сіз үйде көрген бір түрлі қызық екен. Айналайын, бәрі сен үшін, жан қызым. Сенің қасында болу үшін қызым. Шын айтасыз ба? Саябаққа да барамыз ба? Маған бір ай бұрын уәде бергенсіз. Әрине барамыз. Бірақ кешіріп жүрей ма? Кешке ме? Онда мен барып жинала берейін. Тайжан, әлденіп алсаңшы. Мен сен үшін тамақ дайындадым ғой, суып қалады қазір. Рахмет. Ешкім келмейді. Залыңды суға кетіре бермесеңші. Мүмкін бәрі жақсылыққа шығар. Бір-екі жылдан кейін онсыз да зейнетке... Жақсылық деймісің. Осыншама жыл бір жерде еңбек етіп, жанын салып жұмыс істеп, сосын кім көрінгеннің кесірінен жұмыстан кету. Осын сенде. Жақсылыққа балап отырсың. Әрине саған қиын түсінем. Бірақ өмірдің бәрі жұмысқа тіреліп қалған жоқ қой. Не деген сөз түсінбейтін адамсың. Бұндай ауыртпалықпен мен қалай өмір сүремін? Студенттерім бұл жайлы не ойлайды? Сені жақындарың түсінеді, сенеді. Ал басқалар не ойласа, оны ойлай берсін. Құдайға шүкір, деніміз сау, басымыз аман, қалғаны маңызды емес. Бұл қиындықтан да өтеміз. Жоқ. Бұлай болмайды. Айнагүл, бұны бұлай қалдыра алмаймын. Бұның артында кім тұрғанын жақсы білемін. Және де осы іс үшін өкінетіндей етемін. Мұнда неге келдің деймін саған? Мен саған айтарымның барлығын жатақхананың алдында айтқан болатынмын. Профессордың қызы. Сержан, қажет жоқ, сабыр ет. Жер. Сержан, өтінемін, сабанға түсші. Маған түсіндірген мұрша берші. Жүрші, отырайықшы. Нені түсіндірмексің? Нені түсіндірмексің? Әлде тағы да қалып кеткен өтіріктерің бар ма еді? Сержан, мен саған өтірік айтқым келген жоқ. Өтіріктің бәрін айтқан Тоғжан. Ол мақсат екеуін алдында өзін жақсы көрсеткісі келді. Ал мен саған шындықты айтқым келді. Шындықты айтатын қолайлы сәт болған жоқ. Ал оны қазір айтқаннан не пайда? Барлығы өтірік болып шықты ғой. Әлде енді шындықты айтайын дедің ба? Мен саған шындықты айтқым келді. Барлығын айтқым келді. Бірақ сенің анаң... Анама не болды? Сенің анаң шындықты айтуға тыйым салды. Анам, сонда анам не? Барлығын білді деген келеді ме? Оны мен не айтпақшысың? Тайжан, сен не істемекшісің? Айнагүл, айтып отырмын ғой. Бұл оны әлі істеп отыр.
мені мазақ еткен үшін әлі өкінетім болады. Онда онымен байланыспа. Теміровтің қандай қауіпті адам екенін білесің ғой. Ол мақсатына жету үшін еш нәрседен де тайсалмайды. Тайжан, балаларымыз үшін ақылға келсеңші. Мен бұған жол бермеймін. Сенің бірдеңеге ұрынғаныңды қаламаймын. Ұмытшы бәрін. Жеңісімен құрысын сол. Ұмыт деймісің? Тайжан, мені көзіме тура қарашы. Енді Теміровпен жолықпаймын, бұл-бұлыққа араласпаймын деп уәде етші. Құдай үшін, балаларымыз үшін. Жақсы. Уәде етемін. Сонда анам барлығын біліп, маған айтпа деді ма? Сержан, біз сені көңілін түсіргіміз келген жоқ. Сол себепті ештеңе айтқан жоқпыз. Ал жақында сенің анаң тіпті сенімен араласуға маған тыйым салды. Өтірік айтасың, көркем. Неге өтірік айтасың? Ал анам сен жайлы не деген білесің бе? Ол жақсы қыз, өмірінде қиыншылықтар болып жатыр. Мүмкін оны түсіну керек шығар деп. Барынша сені жақтаумен болды. Ал сен анам жайлы не айтып тұрғаныңды өзің түсініп тұрсың бе? Сержан, өтірік оның бәрі. Сенің анаң... Не? Сенен менің әбден көңілім қалды, көркем. Екеумізде ештеңе болмайды. Барлық осымен бітті. Және де барға келуші болма. Неменеге жылап жатсың? Әлде көз жасымды көріп мен сені аяйды деп ойладың ба? Кет, құры бұл жерде! Не олай істедің? Тым жақсы қыз емес пе? Жақсы қыз болса, онда артынан қуып жеттіп басын айналдырып ал. Жолың ашық. Сержан, сен бұндай емес едің ғой, есіңді жи. Мазамды алмаш менің. Ақылыңды жинастырып қой. Сержан, ақыл айтар ешкім жоқ. Барынша көмектескім келеді қолымнан келгенше. Өзің жақсы бол, енді қалғандарына ақыл айтып, тәрбиеге салғың келдің бе? Сержан, бұл сөйлеп тұрған сен емес, есірткі, есіңді жи деймін. Мен сенің досыңмын. Саған барынша қандай жағдай болмасын көмектесуге тырысам. Бірақ дәрігерге бармасаң, анаңа есірткіге тәуелді екеніңді айтам. Мақсат, осыдан айтып көр. Айта алмайсың. Егер де мен... Ешқайда да бармаймын. Қалай бармаймын? Сенің сатқындығыңды кешіру үшін бұл аздық етем. Жалпы ренжіме, маған енді басқа жігіт ұнайды. Кім? Қиялымдағы жігіт. Сіздің компанияңызда? Иә. Ол жерде кім болып жұмыс істеймін? Қарастырамыз. Мына жерде қызметіңнен әлдеқайда жоғары болары сөзсіз. Осы орын таппасақ, жаңа лауазым қызметке орналастырамын. Жолтай аға, мүмкін керек жоқ шығар? Негізі бұл жерде жаман емес. Қысылма. Өскін келсе, болашағы бар қызметке орналасу керек. Мына жерден қалай өсесің? Көп болса 5 жылдан кейін мына менеджердің орнына қойып. Соң жүресің, сатушыларға айқайласып. Клиенттермен ұрысып. Енді жақында айлығымды алам. Сіздің ақшаңызды алмайтын болам. Өз еңбегіммен тапқан ақшам болады. Мен саған қалжыңсыз айтып тұрмын. Бар, кеңіңді ауыстырып кел. Ол үшін мен телефонмен бәрін шешіп қоямын. Қалай сонда сіз бәрін шешіп қоясыз? Жолтай аға, мен қайда жұмыс істегім келеді, сол жерде жұмыс істеймін. Бұл айтқан сөзіме ренжімеңіз. Бірақ шынымен де, мына жерде тұрасың, бұл жұмысты жұмыс істейсің. Бәрін өзіңіз шешесіз. Ал өзіңіз білетіңізді ешқашан айтпайсыз. Тоқта. Мұнымен не демекшісің? Қысқасы, асырап алуға қатысты құжаттардың бәрін көрдім. Бірі сома жазылған түбіртек те бар екен. Түсінуімше, мен асырап алып қойған адамдардың бәріне біреу ақша төлеген. Сен осындай жеңілтек деп ойламам. Мені сүйем деген сөздеріңнің бәріне сонда ауаға кеткен ма? Не мен бірінші рет көргенде қарап тұрсың? Шында да мен сені бірінші рет көріп тұрмын. Бірін қайда қарағанын білмеймін.
саған ғашықтықтан сенің шынайы бейнеңді көре алмаппын. Сен қазір менің жыныма әдейі тиіп тұрсың ба? Сенің ана академиядағы клубтағы істеп жүрген қылықтарың мені әдейі қызғансын деп істеп жүрсің ғой, а? Жарайды. Сен жеңдің. Бірақ енді татуласатын кез келді. Сенде не маған деген мүлдем сезімің қалмады ма? Қалды. Сені аяймын. Тіпті аяғаным соншалық жылағым келеді. Қамбар, сен әлі күнге дейін әлем сені ғана әлпештейді деп ойлайсың ба? Өмірде адасып жүрген қиын шығар, е? Сен өзің кімге керексің? Әлі өзіңе қалдыма жүгіріп келесің. Ендеше қайтып келгенді күтіп жүре бер. Бірақ ол ұзаққа созылуы мүмкін, дайындал. Тіпті өмір бойы күтуің мүмкін. Енді не болады? Бұл істен бас тартасың ба? Әрине. Енді мұнда келме. Кездесетін жерде мен саған өзім айтам. Ал егер сенен сұрап жатса, бағанағыдай ештеңе білмеймін, ештеңе көрген жоқпын. Ағатай жіберіңізді. Ұқтың ба? Жарайды. Сосын тыңда. Бағана айтпағаным дұрыс болды. Мен жақсылықты да, жамандықты да ұмытпаймын. Ал жақсылықты түсінбейтін оңбаған беркінің сазайын тартқызам. Сатқындарды жазалау керек. Келісесің бе? Келісем. Бірақ қалай жазалайсың? Жүр. Маған оның тұратын жерін көрсет. Едіге саған кім айтқанын білмеймін. Жүр басқа жерге барып сөйлесейік. Мен саған бәрін түсіндіремін. Жоқ. Жауапты қазір естігім келеді. Жүр анда мына жаққа барып сөйлесейік. Енді мына супермаркет басымызға көтердік қой. Асырап алушылар туралы қайда білдім? Жаттардан көрдім. Иә. Сіз ұяқ білем қораптардан шықты. Жоқ, ойлап қалмаңыз. Мен ақтарды деп абайсыздан шығып қалдым. Сосын қаламқасына хабарластым. Иә, шынымен де үш отбасы мені асырап алайын деді. Бірақ оларға біреу ақша төлепті. Жолтаяқ, айтыңызшы, сол ақша төлеген адам сіз бе? Сен дұрыс түсінбедің. Қалай дұрыс түсінбедім? Қағазда бәрі жазып тұрған жоқ па? Ол адамдар сені асырап алуға жарамайды. Олардың өз мақсаттары болды. Сонда ақша бергеніңіз рас па? Едіге сен, бірі сен түсін. Ол адамдар маған сенімсіздік танытты. Жолтаяқ, қалай сонда? Сенімді, сенімсіз екен. Сіз қайдан білесіз? Балам, сен түсінші мен. Мен сенің алдыңда жауапты адам. Әкеңнің рухының алдында. Ал ол адамда... Жауапты болсаңыз, онда өзіңіз неге асырап алмадыңыз? Құдайым асырап алуға жарамадым. Отбасы болды ғой. Оныңса лауазымды сүруге жүрдім. Қызық адамсыз. Өзіңіз асырап алмадыңыз. Өзгелерге де жол бермедіңіз. Бәлкім, басқаша өмір сүруші еді. Едіге, ол адамдар саған ата-ана болуға жарамайды. Сондықтан мына мен... Сіз... Бәрін сіз шешесіз. Бәрін сіз шешесіз. Қай жерде тұратынды, қай жерде жұмыс істейтінді, кіммен жүретінді. Жолтаяға, мен сізге кішкентай бала емеспін. Сондықтан бәрін өзім шешемін. Сайтамалғыр, қайда жүресің? Тағы алып сатарға хабарласып жатырсың ба? Соңғы кездері сен не? Менің шаруаларыма тұмсыңды соғатын болғансың ба? Соған қарағанда жағдайың жақсарып қалған сияқты ғой. Досым, саған дәрігерге көріну керек. Есіңді жи. Таныс наркологым бар, таныстырайын, апарайын. Нарколог? Мен не саған? Нашақормын ба? Түріңе қарасаңшы. 2-3 апта бұрын мен де осындай болдым емес пе? Шынымды айтсам, тозаққа барып келгендей болдым. Балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм.
Полиция мырза, маған сеніңіз. Менде есірткі жоқ, ешқашан болған да емес. Бұл біреудің орынсыз әзілі. Балалар үйінде тәрбиеленгендер қатыгез, олар ешкімді аямайды. Бәрін анықтаймыз. Жастар үйінде есірткі сатсам, сонда менің кім болған? Бұл орынсыз жала. Бәлкім балалардың біреу ренжіп, маған әдейі істеген шығар. Мен оларға қатыгым, онсыз болмайды, полиция мырза. Айттым ғой, бәрін анықтаймыз. Ал сіз осы жерде бұрыннан жұмыс істейсіз бе? Иә, біраз жыл болды. Басшылар тарапынан бірде-бір рет арыз ескерту болған емес. Олар мен жайлы жақсы пікірде. Бәрін көреміз. Қару бар ма? Қару. Қарумен кімді қорқытам? Бұл жерде тек балалар үйіне келгендер ғана тұрады. Олар менің өз баламдай болып кеткен. Ал, мынаны не үшін ұстап жүрсің? Енді өмірде неше түрлі жағдайлар болады ғой. Мен кіреберісте отырам. Қарақшылар келіп қалса не істеймін? Бұл жақта қыздарда тұратынын жақсы білесіздер. Қауіпсіздік үшін. Оған енді тыйым салынбаған шығар. Нартай. Тоқта. Мен жай Нартайға келгем. Кір. Тұр мұнда. Полиция мырза, бұл менің тәрбиеленушім ғой. Өзі панасыз қалған. Сондықтан да мен бұған қазір көмектесіп қол ұшын беріп жүрмін. Солай ғой, Вали? Иә, солай. Айналайын, сен бара ғой. Кейін келесің, көріп тұрсың ғой. Үлкен азаматтармен өтіп, жарай ма? Бар. Тоқта. Бері. Көр. Балаңызға қоятын бірнеше сұрақтарым бар. Не үшін келдің? Көмек керек пе? Сенен ешқандай көмек керек емес. Өзім бірдеңесін қылармын. Тыңдашы. Менің саған жаңалығым бар. Әлгі бейне бақылаудағы жігітті таптым. Қалжыңдап тұрған жоқсың ба? Жоқ. Айта бер. Алдында сен айтып едің ғой, бақылап көр деп. Сөйтіп артынан барсам, компьютерді көрдім қайда тыққан. Шын айтып тұрсың ба? Иә. Олай болса маған мекен жайын айт. Полицейлерге хабар берейік. Барып жек сұрындармен өздері сөйлессін. Ол ақпарат әлі тексерілген жоқ қой. Барған кезде еш нәрсе болмаса не істейміз? Жоқ, сен мені түсінбей тұрсың. Полицейлерге бәрін айтып береміз. Шындықты өздері ашып алсын. Мен дос баламды сатпаймын деп уәде бердім. Оданша барып өзіміз қарайық. Бәрі түсінікті. Досым сатпаймын дейсің. Не түсінікті? Қалай түсінбейсің? Досым сатпаймын дейсің. Яғни сыбайласыңды. Сонда түсінбей, бұл жерге не үшін келіп тұрсың? Әлде мен сенің артынан арыз жазбаған тексер үшін келдің ба? Нартаймен қашаннан бері таныссың? Бұрыннан таныспын. Ол саған есірткі ұсынып берді? Жоқ. Әлде сатуға ұсыныс берді ме? Жоқ, онда мүлдем болған емес. Сіз неге жетім қорғансыз баланы қорқыта бересіз? Ол өмірінде адам баласынан жылы сөз естіп көрмеген жан. Сіз араласпаңыз. Полицейді алдаған кезде аяғы не болатынын білесің ғой? Аға, мен жалған сөйлеп тұрған жоқпын. Бәрі таза. Құнды зат та жоқ, есірткі де жоқ.
Мен сіздерге айттым ғой, уақытты бекер өткізесіздер деп. Одан да маңызды іспен айналыспайсыздар ма? Бұл жала. Мүмкін. Кеттік. Егер ана жалған ақпарат таратып жүрген адам тапсаңыздар, маған міндетті түрде хабарласыңыздар. Ол оңбағанның жүзін көргім келеді. Жарайсың. Мұныңды ескерем. Жарайды. Өзімнің де сталар жайым жоқ. Олардың келетінін біліп пе едің? Бәрін жасырдың ғой? Сезем. Сезгіштігімнің арқасында осындай іспен айналысып жүрмін. Мен бұл жерде артық ештеңе ұстамаймын. Кім айтты деп ойлайсың? Көп ойлаудың керегі жоқ. Кім сонда? Мені күдіктеуімді қойшы осы. Қайдағы сыбайлас, қайдағы дос, полицияға да, саған да. Мен анам, менің есірткі тұтынғанымды білетін болса, айтпады деме. Көзіңе көк шыбын емелетем. Сержан. Көк шыбын емелетем. Досым, менің бір шаруам бар. Өте маңызды кездесу. Жоқ, қазір баруым керек. Бір рет саған хабарлассақ қайтеді. Жаратпен кетуім керек. Аңсар, менсіз барушы олма. Бармайым деп уәде бер. Жарай ма? Е, жарайды. Уәде берем. Сосын хабарласамыз. Неге шақырдың? Сен едігеме сөйлестің бе? Е. Қайда жүр екен, а? Жарты күн бойы менің хабарламаларыма жауап бермейді. Білмеймін. Бір маңызды шаруам бар деп кетті. Жұмыс бабымен бе? Сөз сен бұйырмасын. Өзгенің ісіне араласпаймын. Өзің сұрамайсың ба? Тыңдаш, тек шыныңды айтшы, оның басқа біреу бар ма? Тоғжан, өтінем. Мені араластырмаңдаршы. Сен бірдеңе жасырып тұрсың ғой, я? Бір ай бойы едіге соңымнан күшік сияқты жүгіріп жүреді, ал енді оны хабарласқанына зар болып қалдым. Алдамашы мені. Айтшы, оның басқа біреу бар ғой, я? Мен жайма қалдыршы. Не істедің? Бәрі сенің кесірі. Міне керек болса, менің олақтығым сенің кесіріңнен бе? Мә, өзің сұр. Алло? Алло, Аңсар. Компьютерлерді алдың ба? Жоқ, алған жоқпын. Не болды? Аңсар, мені тыңда. Сен тым шектен шығып кеттің. Бір күн сенің де сайылғаның таусылар. Маған полициядан хабарласты. Саған ертең бөлімшеге келсін дейді. Және сол жерде компьютерді қалай ұрладың, кімге саттың, бәрін есіңе түсіресің деп үміттенемін. Өзің бар. Не болып қалды? Үйде сөйлесек болмас па еді? Бүгін үйлеріңе бармаймын. Жатақханаға барамын. Білмеймін, әлі шешкен жоқпын. Аяқ асты не болып қалды? Қазір тоқта тұршы. Тағы да қызың ба? Әкең? Сен онымен неге сөйлесің келмейді? Бүгін сөйлестім. Не айтатынын білмеймін. Тағы да асырап алу құжаттар туралы. Жоқ, сен туралы ештеңе айтқан жоқпын. Кездейсоқ өзім біліп қойдым деп айттым. Соған да рахмет. Ал әкем сол есеп-қисаптарды қайдан алған айтқан жоқ па? Сол жайлы сөйлесейін деп едім. Жүрші, сөйлесейік. Назерке, әкең менің өткен өмірім туралы ешнәрсе айтқан жоқ па? Кешір. Кешір. Бәлкім, бір нәрсе айтқан шығар. Есіңе түсірші. Айтпақшы, Ләззат апаймен асырап алу туралы сөйлескен шығар. Онда есімде қалмады. Әкем сен туралы ешқашан ештеңе айтпаған. Сен өзі біздің үйге аяқ асты келдің ғой? Нақты нені анықтағың келеді?
өзім де білмеймін. Жаңа мәліметтер де жиналып қалды. Не істейтінімді білмеймін. Сен немене менің әкеме сезіктеніп жүрсің бе? Жоқ, сезіктеніп тұрған жоқпын. Керісінше, мен ол кісіні өте сыйлаймын. Бірақ дұрыс түсінші. Ол кісі менен бір нәрсені жасырып жүр. Үйлеріңе әкелгенде бекер емес. Қысқасы, сенің әкеңе менен бірдеңе керек болып тұр. Менің әкеме сенің жақсы адам болғаның керек. Білесің бе, сен оған қарыздарсың. Ал сен болса жоқ жерден пәлез деп отырсың. Әрине, сен келгенде біз қуана қарсы алған жоқпыз. Бірақ әкем бізді көндірді. Біз саған үйреніп қалдық. Қысқасы, үйге жүр, әкемен сөйлес, бәрін біліп ал. Жоқ, бүгін бармаймын. Сөйлесемін, бірақ бүгін емес. Меніңше кейінге қалдырудың қажеті жоқ. Сұрақтарың көбейіп қалады. Бірдеңе сұрағың келсе, бірден сұра. Кейін кеш болады. Жарайды, сау бол. Тоқтай тұршы, Назерке. Саған айтайын дегенім... Назерке, рахмет саған. Не үшін? Қалай не үшін? Қағаздарды көрсеткенің үшін. Жарайды. Айтпақшы, алғашқы рет көргенде сені мүлдем басқа қыз деп ойлап едім. Қандай? Тәкаппар, ұрысқақпын деп ойладым. Жоқ, ұрысқақ емес. Қойшы енді, Назерке. Назерке, сен маған ұнап қалдың. Ренжімеш енді, кешірші, әлі істеген жоқпын ғой. Ту, едіге. Өшіріліп тұр. Осыған айғасынан неге керек болып қалды? Кешірші, маған кетуім керек. Тұра тұр, сен мынандай түріңмен барасың ба? Тым болмаса мынаны киіп ал, беркін тастап кеткен. Оның киімі көп қой. Рахмет. Егер едіге келсе, оған айтшы. Бүгін кездесетін жерге келсін, өзі біледі. Ол қай жер? Өзі біледі дедім ғой. Құпиялары пайда болыпты ғой бұлардың. Сен мені ұнатасың ба? Қалай? Адам ретінде ме? Жоқ, қыз ретінде. Шыны керек, өзім де түсінбей жүрмін. Бірақ үнемі сені ойлаймын. Мұндайды күтпеген едім. Кешірші, мұны айтқым келмеген. Бірақ бүгін басқаша қарағаннан кейін аузымнан қалай шығып кеткенін өзім де түсінбей қалдым. Назерке, маған айтшы, мен саған ұнаймын ба? Аз болса да. Едіге, қазір сенің қыздарды емес, басқа нәрсені ойлауың керек. Бұл қиындық туғызады деп ойлаған жоқпын. Әрине туғызады. Сенің жүріп жүрген қызың бар. Ал менің әкем сені өз баласындай көреді. Айттым ғой, ешкім танымаймын деп. Аңсар, мұнда бір шикіліктің бар екенін жүрегім сезеді. Егер де шынымен сен оны танымайтын болсаң, полицейлерге айтуға неге қорықтың, а? Ал енді, Аңсар, маған бір нәрсені түсіндірші. Бүкіл полиция ол біздегі қылмыскерлер. Сен қалайша бір тәуліктің ішінде тауып ала салдың? Өйткені олар барлық істі мені мойныма іле салмақшы болды. Сендер барлықтарың, балалар үйінде өскендер, ұрлықшы, қарақшы дейсіңдер. Сонда не? Ол өтірік деп айтқың келе ма? Өтірік, олай емес. Компьютеріңді тауып бердім, мекен-жайды бердім. Басқа саған не керек? Аңсар, мен бәрі өзім дегенімнен қайтпаймын. Егер де сен расымен де сондай аз уақыттың ішінде қылмыскерлерді тауып алған супермен болатын болсаң, сол аз уақыттың ішінде маған компьютерлерімді кері қайтарып бер. Сол кезде саған жазған арызымды да алам, сен де жұмысқа кері қайтарам. Алло, Алмас Қалиқызы, сәлеметсіз бе? Бұл мен ғой, Едіге Саттаров. Сен бара бер, кейін шақырамын. Я, Едіге, айта бер. Мені бірнеше рет асырап алмақ болған. Бірақ сосын бас тартқан есіңізде ме? Әрине есімде. Мен тіпті сені балалар үйінен кеткісі келмегендіктен оларға ерсығылық көрсетіп, дөрекі сөйлейді деп ойлайтынмын. Ал
Олар не үшін бас тартқанын айтқан жоқ па? Ол есімде қалды деймісің? Әйтеуір бас тартты. Одан кейін сен де өсіп қалдың. Ал есі кірген баланы ешкімнің алғысы жоқ. Одан кейін асырап алушылар білген жоқ. Ал оларды ешкім іздеген жоқ па? Оны неге сұрадың? Жай білгім келді. Өткенді қазбалайтындай. Аңсар екеуіңе не көрінді? Одан да бүгінгі күндерінде ойласаңдар болар еді. Есімде жоқ. Түсіндім. Егер есіңізде тұрсаңыз, маған хабарласыңызшы, жарай ма? Жарайды. Сені ана көкеністердің жанында күтем. Ешкім сұрамаған секілді. Және бұндай ақпараттың таратылмайтынын жақсы білесің ғой. Айтпақшы едіге, сен заттарыңды қашан алып кетесің? Әрине, бір күні келіп бәрін алып кетем. Сау бол, едіге. Сау болыңыз. Не мынау? Бәрі бір-бірімен араласып кеткен. Әрине араласып кетеді, өйткен сен телефонмен сөйлесіп жүрсің. Еркеннен емес, қазір бәрін реттеймін. Мынау не? Соғылып қалған. Менің қатысым қанша? Осы көкеніш үшін сенің мына жалақыңнан айырам, түсіндің ба? Тағы да ма? Бұлайда маған 2 рет айыппұл салдыңыз ғой. Бұлай жалғаса берсе, жақында мен сізге ақша төлейтін шығармын. Айттым ғой, менің қатысым жоқ деп. Сен маған олай дауыс көтерме, түсіндің ба? Мына жігіт сізге барлығын түсіндірді емес. Енді оған қандай сұрағыңыз бар? Бүгін мейрамханаға шақырып жатыр. Әсел, сен бара бер, мен кішкене бөгере тұрайын. Ертең кездесеміз. Сәлем, сұлу қыз. Құлпырып кетіпсің ғой. Рахмет. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен жай жол жөнекей өтіп баратам, сені түскі асқа шақырайын деп едім. Түскі асқа? Жайшылық па? Сағынып кет. Солай де. Сенің сағынуға уақытың жоқ сияқты еді ғой. Жұмыста емес пе едің? Қойшы сол жұмыс істеймін. Мен жай сені тамаққа шақырым келіп жүрмін. Жүрші. Аузыңа келгенді айтып мені тастап кеттің. Сеніңше, бір-екі жылы сөз айтып жағымпаздансаң, мына көлігіңе отыра салады деп пе едің? Айдан айтпақшы жаным, мен саған деп тұрмын ғой. Мен жай сені тамаққа шақырым келіп жүрмін. Жүрші, отыра ғой. Отыра ғой. Сізге не керек өзі? Мына азық-түлік алам десеңіз, төрлетіңіз. Ал бірақ мына сізге қатысты емес жұмыстарға тұмсығыңызды сұқпаңыз. Клиентпен қалай сөйлесесіз, а? Жасыңыз нешеде? Жасымда не шаруаңыз бар? Сіз кімсіз өзі? Мен сізді жұмыстан 5-ақ минутта алатын адам. Жұмыс орныңызға барыңыз. Бұдан бұлай қызметкерлермен сыпайы сөйлесетін болыңыз. Ол сен алға осылай болсын, не? Үйреніп кеткен. Түсінікті. Әрине мұндай жұмыспенен ақша табу қиын екенін білем. Бірақ мардымсыз ақша үшін. Біреудің басылуына төзу деген. Бұлай болсын, сен қазір жұмыс киімдерін тапсыр. Менің кеңсеме жүріп жүре ме? Менің компаниямнан да саған бір жұмыс табылып қалар. Есет. Сонымен не істейтін болдық? Мен түсіндім. Сенің ана қиялыңдағы жігітің екен ғой бәрінен кінәлі. Сен неге өзіңше болып тұрсың? Мен өзімше болып тұрғам жоқ. Жарайды, мен кінәлімін. Саған дөрекі сөйледім, бірақ сен маған бәрібір ұнайсың. Жүрш, түскі ши. Кет. Қайда барамыз айтпақшы? Жапон ресторанына барайық. Жапон мейрамханасына? Иә? Әлде итальян мейрамханасына? Жоқ, мен сен